Сәлем бәріне, бұл әрине мен, ал бұл жердегі адамдар менің отбасым. Біз өте тату-тәтті өмір сүріп жатырмыз. Анашым бәрінен ерте тұрып тамақ жасайды. Ал мен тұрсам, үйдің үйінде доп ойнамашы. Бұл менің де бөлмем, өзім білем. Қазір сені мамам айтып берем, маған ұйқы бермедің. Если что, сағат 10. Маған бәрібір. Кеттім, айтам мамама. Я, осындай болады. Ал әкем болса, балдарды тамаққа шақырайық. Мен таңғы дайындадым. Мыналар. Жандарым сол Елнұр, Әсия, кеттік тамақ ішеміз. Сендерге не болған? Маманы мені ұйықтатпады. Қалай? Доп ойнап жүр үйдің ішінде. Сен неге 10-ға дейін ұйықтайсың? 10 болды ғой сағат. Мен ұйқым келді ғой. Жарайды, көп сөйлемей тамаққа келеміз. Егізіңді шақыршы. Так. Келіңдер, отырыңдар. Аха. Кеттік. Әсел. Жақсы, мам. Ол жерге Анель отырады. Жарайды. Мына жерге отыра салайын. Анель, Жанель, не істеп тұрсың әлі? Кеулерінде ашуланып жүріңдер, тамақтарыңды ішесіңдер. Қазір бара жатырмыз. Жоқ, біз мұнда отырамыз. Не болды, қызым? Таң атпай ашуланып. Енді өзім де тамаққа барайын. Анашым күшті тамақ қой. Я, күшті пісіріп түсін тамақты. Бұл тамақ емес қой, мен торт сондай пісіре салдым. 9-да тұрып. Анашым, рахмет. Қазір жеп алайық біз. Не деген дәмді. Болды, біз тамақ ішіп болдық. Мен добымды алып тастамаған ба? Керемет. Мен болды, жұмысқа кеттім. Ал әкем болса осындай. Кішкене жатпасам. Мен гитара шеген. Бәрібір. Және неге мен де ашыттым ғой. Жарайды, маған бәрібір. Анель мен Жанель өздерінің ұрысқанымен қоймай араларына Елнұрды да яғни Елнұр мен Әсия. Елнұр, Әсия, қарыңдар. Міне әдемі музыка ойнап бере алам. Жоқ, қараңдар маған. Негізі спортқа жақын болуларың керек. Қараңдар. Кімді таңдайсыңдар? Болыңдаршы, тез айтыңдаршы. Не істеп жатырсыңдар? Елнұр, Әсия, біз дәрігерге баруымыз керек. Дәрігерге қалжыр алып келеміз. Әдемі киімдеріңді киіп, сыртқа шыға беріңдер, сендерді күтіп тұрмын. Жарайды, мам. Неге тез-тез таңдамайсың, айттым және. Біз киімімізді ауыстырып кеттік. Миымызды ашыпты ғой әпкелер. Соны айтсай. Кеттік, мамам күтіп қалған шығар бізді. Иә. Мам, біз шықтық. Жарайсыңдар. Папаларыңды күтейік, қазір жұмыстан келеді. Кешіңдер, кешігіп қалдым кішкене. Қайдағы бірақ сағат қой. Бірақ кешке тағы жұмыс істеймін мен. Так, свайт етіп. Машинамды оталдырып келейінші қазір. Кетті ма? Кетті. Так, мен не істейміз? Кедергі келтірмеш мен гитара ойнап жатқанда. Ал мен доп ойнап жатырмын. Үйде доп ойнауға болмайды. Маған бәрібір. Бұл менің бөлмем, менің де. Қыздар, ұрысыңдар ма тағы? Неге ұрыса бересіңдер, одан да маған көмектесіңдер үй шаруасына. Жарайды. Тастандар ана
гитараларымды, доптарымды. Тез маған көмектесіңдер. Миым ашып тұрса, мына жерді жинап қоймасам шашылып кетіпті. Сөйтіп жүріп арада 1 сағат өтті. Так, мамамыз звондап жатыр. Алло, мам. Алло, қыздар. Я, не болды, мама? Қыздарға айтшы сабақтарын оқысын деп. Жақсы. Мама, мен қыздармен қыдырып келсем бола ма? Қай қыздармен? Класстастарым ғой. Жақсы. Тек 1 сағатқа ғана. Жарайды, бірақ тез кел, мен де 1 сағатта видео болатын шығарым. Қыздар. Әпке, не болды? Қазір мен бір жаққа қыдырып келем, ал сендерге сабақ оқысын деді. Неге сіз қыдырасыз? Мамам айтты. Көп сөйлемеңдерші. Ура, қандай киімді кисем екен оған? Так. Мына киімді киейінші. Осы әдемі екен. Соткамды мына жерге қояйын. Вот. Кеттім мен ең. Қыдырып қайтайын, класстастарым. Күтем деген үйімнің алдында. Туф, кедергі келтірмеш, мен оқып жатырмын ғой. Мен де оқып жатырмын. Жеттік ау, я. Я. Туыс қыздар, сендер тағы да баста. Неге тағы бастайсыңдар? Бұл сендердің де бөлмелерің ғой. Сендер дегіз деуге де болмайды вообще. Татулы болсаңдаршы кішкене. Жарайды, мам, енді қайталанбайды. Сабақтарыңды оқып жатсыңдар ма? Я, біз уже болдық. Жақсы. Тәтелерің қайда, әпкелерің? Ол класстастармен қыдырып қайтам деген. Уже 1 сағат болды ғой, қайда жүр? Келетін шығар. Қазір кеш болады. Пижамаларыңды киіп ұйқыға жатыңдар. Жақсы, мам. Кішкене отыра тұрсын ойнап. Содан кейін ұйықтатамыз. Осы жерде гардероб бар ғой. Қазір мен киімімді киіп алайын. Осылай түнде батады. Ана қыз қайда кетті? Уже түн болды ғой. Сын айтсай, қазір келетін шығар. Мама, папа ұрыспас екен. Так, біз сені көріп тұрмыз. Қайда жүрсің? Мам, кешіріңдерші. Қайда жүрсің деймін. Сен құрбыларыммен қыдырып қайтам дедің ғой, 1 сағат. Сен білесің бе, уже 5 сағат болды. Біздің келгенімізге уже 4 сағат. Мам, кешірші. Бұдан былай енді сыртқа шықпайсың. Ойнап айтам, шығасың сыртқа. Бірақ бүгінгі болмады, қызым. Жарайды, мам, енді қайталанбайды. Мен өте бақытты болатынмын. Осылай менің күнделігім болды. Күнделігіме әрбір қызықты сәттерді жазып отырдым. Мен отбасымды өте қатты жақсы көремін. Анам бір ұрса да қайтадан кешірім сұрайды. Әкем де. Мен барлығын жақсы көремін. Анамның кем дегенде 5 баласы болатын. Ал оның ішінде мен бармын. Тіпті 5 баласы емес, 6-шы баласы да дүниеде бар. Мен осындай отбасым болғанына қатты қуанамын.